Марат Қабанбай бауыр әңгімесі. Қарағайдай қара дипломатын жерге қойды. Пиджагын көтеріп, қолына алды да Алматыдан лесе келген шаңын қақты. Вагондағы берекесіз ушу мен құлағында қалып қойған пойыз доңғалақтарының үздіксіз сартылы біртіндеп тынып, ізім қайым өткенше тырп етпеді. Ең алдымен табаны тиген жердің күнін көзіне салды. Күн сүйген, аптап апшысын қуырған қыр баласы қайда жүрсе де сөйтеді. Сібірдің жаңа түскен жас келіндей жасқаншақ күні аспанның оң шекесінде ілулі тұр. Білегіндегі сағатына қараса, 4-ке 5 минут қалыпты. 2 күн бұрын 4-тен 10 минут кете Алматыдан аттанған. Астананың шыжып тұрған шақар күні жанын қоярға жер таптырмап еді. Омскінің ұялшақ күні керісінше жанға жайлы. Тамыздың құйрығынан тұтам қалса да, теректердің сыны кетпей, жап-жасыл күйі жайқалып тұр. Қаланың қай тірлігінен болсын бір тектілік байқалады. Абыр-сабыр етіп жатқан адамдар берекелі үйдің балаларындай ортақ тілде сөйлейді. Киіп кескін жағынан алсаң да, екінің бірі егіздің сыңарындай ұқсас. Алматыда бәрі басқаша. Шығыстың базарындай шулы вокзалы араның ұясындай көлдеп жататын. Ал Омскіде жүріс-тұрыс аз, биік қабақ вокзал алды саябыр. Вокзалдың қалаға қараған бетіне шықты да, шахмат бүйір таксиді тоқтатты. Тізесі егіне тиердей екі бүктеліп отырған сарғыл шашты көк көз жігіт, Жақұт, әлде бурятсың ба деген сыңай танытып, Манаптың жүзіне сынай қарады. Қайда барасыз? Іле таксидің құйтақандай транзисторының құлағын бұрап қалып еді. Алла Пугачева, не жди меня, ничего не говори мне, деп жазықты біреуге ұрса жөнелді. Көше атын, үй санын атады. Шырпып қырқылған шашын 5 саусағымен тараған көк көз жігіт ойланды. Жылдамдық ауыстырғыштың қызыл бүйі пластмасса қалпағын умаждай қысып еді, қолының сыртына тарап көк тамырлары адырайып шыға келді. Манапты қыршыды. Өзі тұратын қаланың көшесін білмей ме? Жұмысқа жаңадан орналасуы да, дегенше маңдайы әжім жиналып, дем арасына қартайған жігіт қырылдай сөйледі. Балалар үйі ме? Иә. Отырыңыз. Қатарына жайғасы да су жаңа шалбарының қырысын басын деп, тізелігін саусақ ұшымен шымшып төмен тартты. Қабағын түйген шофер бір ойға салынып отырды да газды басып қалды. Танауы таңқиған ашық жасыл Волга қайқая жүзіп қуықтай көшеге түсе берді. Манап жымиды. Екеуінің бірі не ұйқысы қанбаған, не қасқаңның күндік нормасы күйіп бара жатыр. Таксилетіп жүрген қаласы соны Петр патша заманынан қалған сән салтанатты әр алуан ғимараттарға мейлінше мол, айта берсе шығыстық нақыштағы сарайлар да ара-тұра ұшырап қалатын будан қала деп естіген. Мойнын оң, солға қылт-сылт бұрып, қарсы алдынан биік үйлер қалқып шыға келсе, еңкейе қалып, маңдай әйнектің астынан сүзе қарап, берекесі кетіп отыр еді, мылқау шоферге тіл бітті. Кіміңіз? Кімді айтасыз? Балалар үйінен кімді іздеп келе жатырсыз? Інімді. Содан тұнжыраған жұмбақ жігіт көк, жасылға кеңіреңдеген тоғытылған 3 қабатты кірпіш үйге жеткенше тіс жарған жоқ. Такси тоқтағасын да кең ашылған көзін жалғыз нүктеге қадай мелшиіп отырып алды. Шалбарының қалтасынан ақша іздеп, қопаңдаған Манапқа пысқырып та қараған жоқ.
мұндай мінезден сақтасын. Кешке қарай еркелеген бала шағасы мойнына асыла-асыла кеткенде де өстіп қоқырайып отырып ала ма екен? Әлде таңертең көк долы әйелі төбесіне шай қайнатып, құлағын сарсып жіберді ме? Кінәз мінез шофер жігіт манап ұсынған су жаңа шытырлақ 3 сомға немқұрайды көз салды да күңк етті. Керегі жоқ. Бәсе, қабағынан қар жаууы жаман еді. Астынды манап дыбырлай жөнелді. Қойыңыз, міне 4 сом. Мемлекеттің көлігі жанармай құс сүтіне татыған мына заманда. Жігіт қолын сілтеді де, еңкейе созылып қалып, шуалшындай еретілген мұндай ұзын болар ма? Манап жақтағы есікті шекеден нұқып, шалқалата ашып тастап, жолыңыз болсын, деді. Қызық, деп ойлады көшенің мүйісін құйрығымен қағып тастап, әр айнала берген таксиді көзімен ұзатып салып тұрып. Таксишілер көліктің қаны жерге тамбай тұрған аэропорт, вокзалдарда аш қасқырша жалаңдап, жыланы қайтпай тұрушы еді. Қызық. Манап директор деген алтын жазулы кабинетті тез тауып алды. Рұқсат сұрап, сыпаны кірген мұны басынан аяғына дейін шапшаң шолып шыққан жасамыс ақ сары әйел орнынан тұрып, нақ алдындағы орындықты нұсқады. Бұл кабинеттің табалдырығын аттаған жан ең әуелі ашық қабақ пен жылы сөзді аңсап келетіні жақсы біле ме? Директор саулығын, жол машақатын тәтпіштеп сұрады. Ақыры директорлық мінезге аумай көшті. Бұйымтайыңыз деген сұрақты көлденеңнен тартты. Манап шаруасын айтты. Дипломатының тістей қатқан кере қарыс аузын ашып, неше күн бұрын қаттап бүктеп, шекесін темірмен қыстырып қойған қағаздарын шығарды. Директор документтерді алдына жайып салып, қадағалап оқыды. Содан соң бірнеше сұрақ қойды. Университетте оқиды. Неше жылдан бері іздеу үстіне іздеу салып, Қалидың бұл күндегі мекен тұрағын, мына балалар үйін әрең тауыпты. Анау жылдардан бері інісін көрген емес. Манаптың ретімен қайтарған жауабы осы төңіректен шықты. Әр қайырымға сайын басын бірден шайқап, кейде изеп, жігітті жылы шырайда тыңдаған директор саусақтарының буынын сылдырлатып үзіп отырды да сөзге көшті. Иә, бізде қазақ балалары көп болмаса да бар. Көпшілігі осы Омск дейіп тұрған мына Қорған, Тюмень, Павлодар облыстарынан. Жағдайлары жақсы, қолдан келгенше ата-аналарын жоқтатпаймыз. Кібіртіктеп бастаған директордың тұяғы қыза келе жерге тимеді. Директор болғанына міне биыл табаны күректей 15 жыл. Одан бұрын оқу ісін басқарған. Бұлайша айтқанда, балалар үйі көз алдында қаз тұрды. Бірнеше жатақхана, спорт залы, әрқилы мамандыққа баулитын өндіріс шеберханалары, Ну орманның ортасына ойған пионер лагері, бәрі балалар үйінің қазынасы. Ансамбль, драма, би, тағы басқа үйірмелер бар. Мереке сайын балалар өз күшімен концерт қойып, спектакль көрсетеді. Балалар үйінің тарихы да көл көсір. Ертеректе есейіп, қанат қағып ұшқан түлектердің арасында бұл күнде еңбек ері, академик, бірнеше доктор шығып отыр. Әйгілі жазушы да осы тізбекте. Және де олар өскен ортасын еш қашан ұмытқан емес. Жылына кем дегенде бір рет балалар үйіне соғып, әңгіме, кездесулер өткізіп тұрады. Балалар үйі кімді болсын үлкен өмір жолына аттандырып салғасын естен екі елі шығармайды. Хат жазысып, хабарласып тұрады. Келімді, кетімді хат хабардың көптігі сонша соларды сұрыптап жауап жазатын арнаулы топ құруға тура келді.
лекіп сөйлеген директор жол ортада бөгеліп, інісін іздеп келген жігітке қараса, стол бетіне үңіліп, жылтыр тақтайды жанарымен сүртіп отыр екен. Орынсыз мылжыңдап, түн қатып түс қашып келген қонағымды шашатып алдым ба? деп ойлады ма, болмашы қызарып күлімсіреді. Төмен қарап, көзімен жер сүзу Манаптың қала берді төрекелді тұқымының маңдайына жазылған қасиет екенін бір көрген директор қайдан білсін. Жә, оның бәрін бүгін, ертең көзбен көріп, қолмен ұстай жатарсыз. Жатақхана есебінен бөлінген шағын да болса жайлы қонақжай бөлмелер бар. Ініңізді қасыңызға алып жатыңыз да шер тарқатып, емін-еркін әңгімелесіңіз. Ағалық ақылыңызды айтыңыз. Болашақ философпын дедіңіз, оны да бір сынап көріңіз. Директор оң қолының астындағы қызыл түймені төбесінен басып қалды. Елжбет Сергеевнаны шақыра қош, Лидочка. Күн сәулелі бауырлас республикадан қонақ келгенін қадап айтты. Деген шұғыл тапсырманы тәй-тәй басып кірген жас қыздың мойнына іліп жіберді. Үстел, орындықтардан басқа түгі жоқ кабинетте қонағы зерігіп қалмасын деді ме, директор батыс қабырғаны жалпағынан алып, төгіліп тұрған сарғылт шымылдықты ысырып қалып еді, ар жағында еденнен төрге дейін ыбыр-жыбыр карта ілулі тұр екен. Бері таяңыз. Жақын келсе, карта емес, кішкене қалашықтың сызбасы екен. Ертеңіміз осы. Бәйге Жариялабек облыс архитекторлары тез арада жасап берді. Қаланың бас архитекторы біздің жеткіншегіміз еді. Сол кісінің себі дейді. Тамырды қай-қайда жайып жатқанымызды сезген шығарсыз. Балалар үйі дегеннен гөрі балалар қалашығы деген дұрыс емес пе? Тура кәрі ертістің жағасына төндіріп саламыз. Алып жататын алаңымыз 50 гектар. Кеңде биік спорт залы, жатақхана, шеберхана, клуб дейсіз бе? Қайсы бірін айтайын? Виктория Ивановна, мені шақырдыңыз ба? Есік көзінен 30-дің жуан ортасындағы әдемі келіншек күлімсірейді. Қырым артық еті жоқ, денесі ауада қалқып тұр. Етек жеңінде желбіршектері мол, әрі ұзын етек жібек көйлек киіп, жел етіне шыға қалса, икар құсап дөңгеленіп айналып, аспанға ұшып та кетер еді-ау, деп ойлады Манап. Ой көкешім, келіп қалдың ба? Қиын қыстау шақта қолымды ұзартып, тынысымды кеңейтетін жан өзің ғой, тотым-ау. Турасын айтсақ, мына жас қонағымыз айшылық алыс жерден сен іздеп келіпті. Әзілқой қалыпқа оп-оңай көшкен директор Манапқа бұрылды. Танысып қойыңыз. Аға тәрбиеші Елжбета Сергеевна Воинская. Әдемі де сұсты фамилия. Ұлы Октябрь революциясы Петрограда жүзеге асса да, іргетасы біздің Сібір жерінде қаланған. Елочка айдалып келген орыс, поляк революционерлерінің өз ұрпағы. Құзырыңызға құлдықпын, Манап басын әнте кезеді. Іле бір аяулы сырын байқаусызда сыртқа шығарып, шашып алғандай-ақ беті ду етті. Құзырыңызға құлдықпын деп, күлдірлеп, шыбындаған арғымақ аттай кекілін желпілгенше, жай ғана өте қуаныштымын дей салу керек еді. Қарапайым, дәл әрі қысқа. Жалпы Виктория Ивановнаға өз басы дән риза. Адамның қандай көңіл күйде отырғанын жаңғақтай шағып, тез айыратын саққұлақ та саңлақ жан тәрізді. Сәл толқып, қобалжи кірген Манапты алды-артына қаратпай үйіріп әкетіп, көп күдігін лезде таратып жіберді. 11 жыл қатарынан көрмеген ініге бағышталған сағынышты да, жүрек жарды қуанышты да, қияметін де айтқызбай сезіп біліп отырған сияқты. Сол ыңғайдан аға тәрбиешінің бәденін, Манаптың қылшылдаған жастығын тілге тиек етіп, жүрдек әзілмен болсын қолтығынан демеп, астыға көпшік тастап жатыр.
Ініңіздің аты жөні кім? Есіме түсіріп жіберіңіз. Ойға шомған Манап басын көтерді. Төрекелдиев. Төрекелдиев Қали. Төрекелдиев Гани. Айып етпеңіз, Елочка, 1 минут кідірме. Бұл кісіні Ғаниға бастап апара ғой. Тек байқа, Манап Сымбатович. Рахмет, Манап Сымбатович секілді ағам бар деген ғой, әрине. Ғанидың үш ұйықтаса түсіне кірген емес. Өзің де білесіз, балалар үйіне құртақандай кезінде бар жоғы 4 жасында қабылданыпты. Осыны ескеріңіз, деді де жігітке. Оқазы жоқ, абыржымаңыз, бәрі орнына келеді. Содан соң аға тәрбиешіге бұрылды. Өсіп кеткен сойталдай боз баланы Манап Сымбатович та салған беттен тани қоймас. Осы екі арада қолайсыз жағдайлар туып кетіп жүрмесін. Манап Сымбатович ренжімесе, сыртта қалдыра тұр да Ғаниға өзің кіріп, бақайшағына дейін алдын ала жақсылап түсіндір. Адам жаны мөлдір әйнек, шытынатып алсақ, қайта жамай алмаймыз.